Желілі маркетинг туралы қазақ тілді аудиторияда, сайттарда, әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпарат құралдарында теріс пікірлер көп айтылып жатады. Әрине бұның астарында осы желілі маркетинг арқылы ақша табамын деп тіркеліп, үмітпен жұмыс істеп аздап сәтсіздікке ұшырағаннан кейін көңіл күй әуенімен бұның бәрі де алаяқтық екен, адамдарды алдау екен деп айтып жазып жататын адамдардың сол әрекетінен жатқан сияқты бұның астарында. Шын мәнінде желілі маркетинг деген бұл алаяқтық жоба емес. Қазір әлемдегі халық тұтынатын тауарлардың 70%-ы осы желілі маркетинг арқылы сатылады екен. Желілі маркетинг дегеніміз бұл арадағы делдалдарсыз кәсіпорын өзінің өндірген өнімін дистрибьютерлер арқылы, яғни айтқанда сол желілі маркетинг жобасына, жүйесіне қатысатын адамдар арқылы халыққа тікелей сатады. Арада делдалдар болмайды. Бағаның орынсыз қымбаттауына негізінен арадағы делдалдар әсер етіп жатады. Мысалы, кеше ғана теледидардан үлкен бір хабар болды, сонда электр энергиясын орынсыз қымбаттатқан деген айып тағылды. Жаңағы электр энергиясын өндірушілерге. Электр энергиясын өндірушілердің кінәсі емес, бұнда электр энергиясын өндіреді. Мысалы, 2-3 теңгеден жаңағы таратушы компанияларға береді, ал таратушы компания оны 5 теңгеден сатып алады да 15 теңгеден сатады. Арада 10 теңге үстеме қосады. Сол сияқты кәсіпорындар өндірген тауарды жолдағы делдалдар, сатушылар, басқа да сол айналысып жүрген делдалдар бағаны 2 есе қосып, сатып, оны орынсыз қымбаттатып жібереді, шарықтатып жібереді. Содан құтылудың жалғыз жолы осы желілі маркетинг. Сондықтан да алдыңғы қатарлы дамыған елдердің бәрі де желілі маркетингке өте үлкен көңіл бөліп жатыр. Біздің Қазақстаннан басқа. Қазақстанда бірде-бір желілі маркетингпен айналысып өзінің товарларын сол арқылы сатып жатқан компания жоқ. Бізге әлі келген жоқ. Өйткені біздің бизнес өкілдері, біздің отандық өндірушілер ондай деңгейге көтеріле алған жоқ әлі. Соған орай шетелдік үлкен компаниялар, алып компаниялар өздерінің өнімдерін желілі маркетинг арқылы барлық әлемге таратып сатып жатыр. Бұдан екі жақта ұтады. Өйткені кәсіпорын өзінің шығарған өнімдерін дистрибьютерлер арқылы оп-оңай ешқандай кедергісіз сатады. Тұтынушылар арадағы делдалдарсыз кәсіпорыннан шыққан өнімді арзан бағаға, сапалы өнімді сатып алуға мүмкіндік алады. Халық та ұтады. Оның арасында жүрген дистрибьютерлер, жаңағы желілі маркетингке қатысушылар, сол арқылы көп пайда тауып, ақша тауып, күн көрістік жұмыспен қамтамасыз етіліп жатыр. Бұдан сөйтіп барлық халық, барлық жақта тараптар ұтып жатыр. Сондықтан да бұған жаңағы алаяқтық деп кінә қойып, теріс пікір жазу көңіл күй әуенімен дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені осы желілі маркетингпен айналысып долларлы миллионер болып кеткен адамдардың, мысалы, Қазақстандағы адамдарды мен білемін, өзім бірнеше адамды білемін. Жылына ол кісілер 1,5-2 миллион доллардай ақша табады. Осы желілі маркетингпен айналысады. Таза желілі маркетингпен айналысады, сондай ақша тауып жатыр. Егер адам осымен айналысып, желілі маркетингпен айналысып, нәтижеге жете алмаса, оны жаңа компанияны кінәлауға болмайды. Немесе соған қатысып жүрген дистрибьютерлерді кінәлауға болмайды. Адамның өзіне байланысты. Мысалы, дәстүрлі бизнестің өзінде де, мысалы, бизнесін ашқан адам бәрі бірдей мықты бизнесмен болып кете алмайды. Олардың кем дегенде 90%-ы 1 жыл, 2 жылда жабылып қалып жатады. Осыған қарап, бизнес деген алаяқтық екен, бұнымен айналысуға болмайды, бұлардың бәрі алаяқтар деп кінәлауға болмайды. Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме деген сөз бар ғой. Сол сияқты адам өзі айналысып, өзі нәтижеге жетуге
талпынса, дұрыс жұмыс істесе, табанды болса, тұрақты түрде күш салып жұмыс істейтін болса, сонда нәтижеге жетуіне болады. Әрине, желілі маркетинг компанияларының арасында алаяқтар мүлдем жоқ деп айтуға болмайды. Олардың арасында алаяқтар бар, кездеседі. Олардың қақпанына түсіп қалған адамдар енді өкінішті, әрине, жаңағыдай жағдайға ұшырап жатса. Дегенмен де сол желілі маркетингке қатысу үшін алдыменен ол компания қандай компания, соның бәрін нақты қарап, зерттеп алу керек деп ойлаймын өзім. Өз басым қазір Life is Good деп аталатын ресейлік компанияға қатысып жұмыс істеп жатырмын. Жарты жыл болды. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мінекей, мынау менің Visa деп аталатын депозит. Жылына 20% өсім береді валютамен. Міне соңғы 2 айдың ішінде маған түскен ақша 220 евро түсіпті. 2 айда. 220 евро деген, мысалы, айына 110 евродан, бұл 90 мың теңгенің үстінде, айына 110 евро, бұл жаман емес. Қазір мінекей 8 мыңның үстіне шықты, мынау өзімнің балансым. Бұл орта есеппен бір 85-90 евро ай сайын түсіп тұрады деген сөз. Айтқанда ақша түсіп жатыр. Мінекей мен осы компанияға кіргелі бері жарты жылдың ішінде 589 евро таптым. Айтқанда 600 евродай таптым. Айтқанда түсіп жатыр ақша. Алдап атқан ешкім жоқ. Алаяқтар жасап атқан ешкім жоқ. Мен өзімнің ақшамды салдым. 1000 евромен кіру керек бұнда. Ең төменгі салым 1000 евро. 1000 евромен кіресіз. Сосын үстіне салып көбейтіп отыруыңызға болады. Бұл бірінші өнім, компанияның Life is Good деп аталатын компания, ресейлік компания. Екінші өнімі мінекей, бұл кооператив, тұрғын үй кооперативі. Жылына 2% өсіммен займ береді 10 жылға үй сатып алуға. Бұл ең төменгі займ. Мысалы, сіз ипотекалық кредит алатын болсаңыз, ең төменгісі ол қазіргі кезде орташасы 14%. Тұрғын үй жинақ банкінде ақша жинап жартысын, тұрғын үйдің жартысын жинағаннан кейін сізге 4%, 3-4% өсіммен 10 жылға кредит береді. 3-4%. Мынада 2%. Сонымен мен бұғанда ақша салып, қазір мінекей кезекте тұрмын. Мен айтқанда, бұнда кезек 6 айдан 9 айға дейін. Мынада 6,5 миллион деп үйдің бағасын қойдым. Бұл 6,5 миллион емес, 7,5 миллионға дейін көтерім. Сөйтіп, үй алуның кезегінде тұрмын қазір. Мінекей ай сайын мен 50 мың теңге жарналық төлеп отырамын, жарна кезек келгенге дейін. Бұл ақшаның бәрі де далаға кетіп жатқан жоқ, менің өзімнің есеп шотыма түсіп жатыр. Мен алғашқы кірген кезде 2 миллион 275 мың салсам, қазір 2 миллион 425 мың теңге болыпты. Мен осы 2 миллион 425 мың теңгені кезеген сәтте қазір өтініш жазып, ақшамды шығарып алып кетуіме болады, қайтарып алуыма болады. Бірақ оны қайтарып алудың ешқандай қажеттігі жоқ. Мен осы келесі жылдың, Құдай қаласа, ойлаймын, сәуір айларына дейін, сол мамыр айларына дейін кезегім келіп, сол үй сатып аламын ғой деген. Мен айтқанда, бұл компанияның 2 өнімі, екеуі де жұмыс істейді, екеуіне де мен қатысып, екеуінде пайдаланып жатырмын. Және екеуі де жұмыс істеп тұр. Адам шақырсаң, егер адамдарды шақырып, осы компанияға ол кезде қосымша тағы да табыс табасың. Оған жақсы табыс табуға болады. Ол үшін әрине жақсы жұмыс істеу керек. Мынау екінің бірі келе қоймайды. Көпшілігі сенімсіздікпен қарайды, мысалы. Келген адамдар бар, 1,5 адамдар бар, көп адам келіп жатыр деп айта алмаймын. Шақырдым бірнеше адам. Көп адамдар, мысалы, осы кооперативті айтсаң, жаңағы бұл лохотрон, халықты алдау деп, бірақ сөзбен айтып трубканы тастай салатын адамдар бар. Әрине, бұл адамдардың өзінің көзқарасы бар. Ол адамдарға енді көздеріне шұқып айта алмайсың. Мінекей бізде осындай адамдар үй алып жатыр осы кооператив арқылы. Менің өзім де сонда тұрмын деп айтып
дәлелдей алмайсың. Ал енді кейбір адамдар бар, келіп тыңдап, түсініп, соған кәдімгідей сеніп, шешім қабылдап, ақшасын салып, үй алуға ниет етіп жатқандар бар. Сол сияқты ана Виста есепшотына да солай. Сондықтан да бұл арада тұрақты және табандылықпен көп жұмыс істеу керек болады екен. Желілі маркетингте. Ол 1-2 ай ғана істеп, жұмыс істеп, сосын нәтиже шықпаса, қолды сілтеп тастай салып, бұдан ештеңе шықпайды екен, бұл алаяқтық екен деп айтуға болмайды. Тұрақты түрде жұмыс істеу керек. Нәтижеге жету үшін кем дегенде 2 жыл, 3 жыл уақыт керек. Кем дегенде 3 жыл уақыт керек. 5 жылдың ішінде Эрдман Генрих деген осы саланың бір білікті сарапшысы бар. Желілі маркетингтің сол айтады, 5 жыл уақыт керек кем дегенде дейді. Өзінің командаңды құру үшін дейді. Айтқанда сонша жыл табанды жұмыс істеу керек болады. Сен алғашқы жылдары мүлдем ақша таппай, тек қана ақша салып, көп жұмыс істеп, табандылық танытуға тура келетін жағдайлар болады. Содан кейін команданы құрып, жақсы адамдар шақырып алғаннан кейін арман қарай, бизнесіңді аяғына қойып алғаннан кейін арман қарай нақты табыс таба бастайсың. Айтқанда бұған уақыт керек, табандылық керек, күш жұмсау керек, біліктілік керек, білім керек, бәрі керек. Сондай қасиеттер бойыңыздан табылмай жатса, нәтижеге жете алмай жатсаңыз, өкпелеп, бұның бәрі алаяқтық екен деп әлеуметтік желіге немесе басқа сайттарға жазып, айқайлатып, мақала жазудың қажеті жоқ деп ойлаймын.